Ассаламу алейкум. Екі тырналы шүйқұрақ тігеміз. Ол үшін бізге екі түсті королевский велюр қажет, яғни ені 3 см болатын ұзынша лента және де осындай шаршы етіп қиып аламыз. Сонымен қатар көлемі 22 см болатын шаршы ақтық қиямыз да ортасын крестик етіп сызамыз. Күлгін түсті шаршы 3 см матамызды алып, ақтықтың қақ ортасына орналастырамыз. Матаның түгі төмен қарауы қажет. Ақ матаны да түгін төмен қаратып, күлгін түсті велюрға орналастырамыз. Және де жанын тігіп аламыз. Екінші қатарды тағы да ақ түсті жіппен тігеміз. Бастапқы машинкаға орналастырған кезде кішкене тігіс тігіп аламыз да, өлшеп отырып қиямыз осылай. Келесі бөлік бізде күлгін түсті мата. Түгін төмен қаратуды ұмытпаймыз. Бастапқысын тігіп аламыз, өлшеп отырып қиямыз. Төртінші қатар күлгін түсті мата. Түгін төмен қараттық, бас жағын тігіп алдық, және де өлшеп отырып қиямыз осылай. Бұл бізде бірінші қатар. Енді екінші қатарға мұқият қараңыздар. Ақ түсті матаны түгін төмен қаратып орналастырып, бас жағын бекітіп тігеміз, өлшеп отырып қиямыз, және де осы жерде тырна түсетін болады. Ол үшін манағы 3 см етіп қиып алған күлгін түсті матамызды 3 бұрыш етіп бүктеп, бұрышына нақты тігіске орналасатындай етіп қоямыз да, осылай тігіп шығамыз. Ал енді мына күлгін түсті матаға келген кезде ақ түсті 3 см шаршы тырнамызды бұрышына 3 бұрыш етіп орналастырамыз. Мінекей қараңыздар. Ақ түсті 3 см кубик матаны ортасынан 3 бұрыш етіп бүктеп, бұрышына нақты келтіріп, тігіп аламыз. Бұл бізде екінші қатар. Тап осылай 4 қатар тігетін боламыз. Видеоға мұқият қарап отырып, тігіп шықсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.